Сәлем. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен онлайн арқылы кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі видео жалпы барыңызды бағалау арқылы. Жалпы сіздің өміріңізге көңіліңіз толмаса, тұрып жатқан үйіңіз ұнамаса, алып отырған айлығыңыз ұнамаса, сырт келбетіңіз өзіңізге ұнамаса, толықпын, арықпын, баяу жүремін, жай сөйлеймін, ел істеп жатқан істі істей алмадым, ештеңеге жете алмай қалдым, біреулерден қалып бара жатқан сияқты сезім болатын болса сіздің, онда сіз біліңіз, сіздің зейініңіз, фокусыңыз, сіздің көзқарасыңыз, барлығы жалпы өмірдегі сіздің ұстанымдарыңыздың барлығы тек жоқ нәрселерге бейімделген. Сіз ылғи да барлық жоқ дүниелерді көріп, өзіңіздегі болмай қалған болымсыз, сәтсіз сәттердің барлығына көңіл аударғаннан кейін, сіздің өміріңізде ылғи да осындай сәттер орын алуда. Сіз сол нәрсеге әбден үйреніп қалғансыз. Сіздің миыңыз тек қана жоқ, болмай қалған, сәтсіз, сондай образдарды, сондай нәрселерді ғана сізге көрсетіп үйреніп қалған. Егер сіз бар дүниеңізден бақыт жасай алатын болсаңыз, барды көре білетін болсаңыз, көкірек көзі ашылу деген осы. Ондай болса сіз бақытты боласыз. Жалпы бақытты болудың, бай болудың құпиясы барды бағалай білуде. Қолыңыздағы сізде не бар, сол дүниені бағалай білуде. Сондықтан айтқан болар едім, егер сіз бір жұтым суды іше алып отырсаңыз, тамағыңыздан бір жұтым судың өзі ішіп өтіп тұрса, соған шүкір етіңіз. Өйткені әлемде бір жұтым суға зар болып отырған, су тамағынан өтпей отырған қанша аурулар бар. Егер сіз олардың қатарынан болмасаңыз, оған шүкір етіңіз. Егер көзіңіз көріп, мына әлемнің ғажайыптарын, құстардың дыбыстарын ести алған болсаңыз, сырттағы шумды, жалпы сізге айтылған екінші адамның әңгімесін ести алған болсаңыз, бұл өте үлкен қуаныш. Өйткені бұл әлемде сөйлей алмайтын, құлағы естімейтін қаншама зағип жандар бар. Сіз олардың қатарында болмасаңыз, не үлкен бақыт. Сондықтан не бар сіздің өміріңізде? Не бар? Бар дүниеге зейініңізді, бүкіл назарыңызды соған аударып үйреніңіз. Кішкентай қуана алатын дүниеге қуанып үйреніңіз. Қуанып үйренген жерде қуаныш бар. Бағалап үйренген жерде бақыт бар. Бақыт пен қуаныштың, байлықтың ешқандай басқа құпиясы ештеңесі жоқ. Егер сіз бұларды, осыларға назарыңыз бен зейініңізді қойып үйренбейтін болсаңыз, алтын тақтың үстінде жатсаңыз да сізге бірдеңе кем болады. Өйткені о баста жалпы бір кем дүниені жаратқан. Бірақ соны толықтырып, толыққанды сезіну, толыққанды бақытты болу, бардан бақыт жасап алып, бақыт сезімін өзіңізде тудыру, ол сіздің ішіңіздегі алапат күшіңізге ғана байланысты. Әркімнің сана деңгейі әртүрлі, бірақ әркім бір бақытты ғана аңсайды. Сіз жоқ дүниені көре беретін болсаңыз, елес қуа беретін болсаңыз, болмай қалған дүниелерді, болмаған, болымсыздық, болмай қалған жерлерді, ылғи кетік жерлерді іздейтін болсаңыз, әлбетте ол жерді табасыз. Өйткені не іздесеңдер, соны көрсетем деп айтқан. Сондықтан сіздің зейініңіз, фокусыңыз, барлық назарыңыз қайда? Осыған мән беріңіз. Осыны жақсылап ойланып, шүкір етіп, шын жүрегіңізбен шүкір етуді үйренген кезде, сізде бақыт та болады, байлық та болады. Өзгемен салыстыру деген өз-өзінен жоқ болып кетеді. Сіз өзіңізді кешегі күніңізбен салыстырыңыз. Бүгінгі күнге жеткен жетістіктеріңізді санаңыз. Жетпей қалғандарды емес, жетіп қойған, қолыңызда барды. Міне осы деп санаңызшы. Сізде шүкір ететін, сізге бақытты болуға, сіз бар сезінуге болатын, өзіңізді бай сезінуге болатын көптеген нығметтер бар. Бай, қуатты болыңыздар.